көп жандардың сұрағын саралай келе, бір-бірімен салыстыра келе, зерттей келе түсінгенім, көп адамдар болашаққа өтіп кетеді. Мен айтам, болашаққа өтпе, болашақ әлі болған жоқ. Неге сен ол үшін энергияңды құрту керексің? Болмаған нәрсе үшін. Өткенге оралма деймін. Өткен қайтып келмейді. Босатып беруі керек. Жіберіп беруі керек өткенді. Ал сенікі не десең, сенікі дәл қазіргі сәт. Егер біз бақытты, керемет эмоцияны, көңіл күйді, арманымызды орындалған қаласақ, сол сіздің арманыңыз, қалауыңыз, өмірлік миссияңыз орындалып жатқан кезде сіз қандай сезімде болар едіңіз? Міне, құпияны айтайын, сол сезімді дәл қазір сезініп үйреніңіз. Ол тегін. Неге адамдар жамандық өмірде тез орындалады да, жақсылықтың орындалуы қиын? Құпия мынада. Сіз жамандықты ойлаған кезде сезініп, көз алдыңызға визуаляция жасап, елестетіп қоясыз. Көрдіңіз ба? Тартып қойдыңыз сіз ол жамандықты. Ал жақсылыққа келгенде сеніп болмайсыз ғой. Елестетіп сезіну қиын ғой. Тек қана ауызбен ғана айтамыз. Орындалу үшін сезіну мен сену, елестету өте маңызды. Өкінішке орай, біз жамандықты сеземіз, елестетеміз, сразу сезінеміз денемізбен. Ал жақсылыққа келгенде, ай, осы болмай қалады ау, ішім сезіп тұр. Әрине болмай қалады. Ішіңіз сезіп, сеніп тұрғаннан кейін, бітті, сіз сезініп қойдыңыз ішіңізбен. Ол орындалады. Сосын айтасыз, біліп едім осының осындай болатын. Ішім сезіп еді деп айтасыз. Осының бір бәлеге ұрынатын біліп едім дейсіз. Көрдіңіз ба? Өйткені оны сіз жасап отырсыз, түсінесіз ба? Сіз жасап отырсыз. Егер де соның орнына сіз жақсылықты, ай, осы жақсылық болатын біліп едім, көлік алатынды біліп едім, бақытты өмір сүретінді біліп едім, ішім сезіп еді деп, ауызбен емес, эмоциямен, ішкі сезіммен сезін алған болсаңыз, өміріңізде сол нәрсе бола береді. Қазақта сөз бар, бір айналдырғанды шыр айналдырады деген. Осыған сенсеңіз, бітті, сіз бәрін құртасыз. Өйткені сіздің сеніміңіз бір жамандық жолықса, мені шыр айналдырады деген сенім болған жерде, жамандықты тарта бересіз, шыр айналдыра береді. Бұл сенімнен арылыңыз. Осыны неге жақсылыққа ойламаймыз біз? Неге жақсылық мені бір айналдырса, әлхамдулилля, енді мені шыр айналдырады деп айтамыз ба? Айтпаймыз. Неге? Өйткені біз сезіне алмаймыз. Ол жақсылықтың болатынына сенбейміз. Жаным ау, мына әлемде жақсылық, ақша, бақыт, байлық деген бізге дейінде жетеді, море болған. Бізден кейін де таусылмайды. Бола береді. Тек қана оны таңдайтын сіз, оны қалайтын сіз, оны өміріңізге тартатын сіз. Неге соны өзімізге қимаймыз? Неге жақсылықты қимаймыз? Неге дұрыс емес стресспен, дұрыс емес эмоциямен, дұрыс емес сезімдермен жүруіміз керек? Және оны өмірімізге алдағы уақытта тартуымыз керек. Болашақта біз жақсылықты емес, тек қана жамандықты көруіміз керек. Неге жамандықты денемізбен сезінуіміз керек? Вот, мәселе осыда. Сіз тек қана жақсылықты сезініңіз. Жақсы сөз айтыңыз, жақсы ой ойлаңыз. Сосын өміріңізде жақсылықтар болмаса, маған келіңіз. Айтыңыз, Қарасақал, сен сөйтіп айтып едің. Мен сеніп едім, орындалмады деп айтыңыз. Бұл заңдылық. Өмірдің, табиғаттың, жаратылыстың заңдылығы. Сіз неге сенесіз? Нені эмоциямен сезінесіз? Сол өміріңізде орындала береді. Түп сана жақсы жаман дегенді айырмайды. Сізге пайда зиян дегенді айырмайды. Ода еш жоқ. Ол тек сіз сезінген нәрсені, сенген нәрсені орындай береді,
орындай береді. Бұл үлкен құпия, бұл өмірлік құпия. Сондықтан жақсылап есте сақтап алыңыз және өміріңізге қолданыңыз. Нәтижесін міндетті түрде көретін боласыз.